не дейт? Марқұм жөнінде жаман сөздерді айтса, аға зиян келеу, рахмат. Марқұмдар жөнінде мындай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: сіз қаншалық жаман көрген адам болып болсын, өтіп кетті бе? Болды. Сөйлемеңіз. Пайғамбар айтқан: ла тасуббул маута. Өліктерді тілдебегіле, сөкпегіле деген. Фа иннахум афдау иля ма қаддаму. Анткені алар өзінің мұрын қылған іштеріне жолықталар. Ма қаддаму, алдын ала жіберген амалдарына, ошолорго жолукту бардығына жетішті аларға. Жетті аларға. Сен сөккөнің ешқандай пайдасы да жоқ. Зияны да жоқ. Әлбетте, кішіне мындай қандай сен бір жомарт болып қойыш керек, тақсыр жердің астына кеткеннен кейін, бұл дүниеде адамның кемшілдігі жоқ болбай қойбайды, бардығына кемшілдік бар. Удкуру махасина маутакум, пайғамбар айтқан өліктеріңердің өтіп кеткен арқасынан жақсы сөздер сөйлеп қойды, осыны шықпайлы болды.